егер де баланың әлі солай мазасыз, әлі солай жылай береді, солай жалғасатын болса, демек ол сіздің тамағыңызға байланысты емес. Ол мүмкін баланың тісі шығып жатыр, мүмкін ол сіздің үйіңіз просто ыстық балаға болып жатыр, иә. Ал егер де сіз ол тамақты шектедіңіз и бала сонаның кейін сразу күшті болып кететін болса, демек ол действительно бала осы тамаққа реакция берген болуы мүмкін. Өйткені мысалға кейбір біздің жейтін специяларымыз немесе кофеин, мысалы, ол баланың жүйке жүйесіне әсер етуі мүмкін. Сондықтан да егер де сіз индивидуально осындай бір реакцияны байқайтын болсаңыз, онда шектейсіз және де бақылайсыз. Бірақ ол жеміс-жидекті, көкөністерді барлығын шектеп тастау деген жоқ. Жүктілікке дейін, бала емізгенге дейін қандай тағамдарды жедіңіз, соның барлығын сіз бала емізетін кезде жесеңіз болады. Неге мен қыздар сіздерге бала емізетін келіншектерге жеміс-жидек жеңіздер, көкөністер жеңіздер, өздеріңізді шектемеңіздер, барлығын жеуге болады деп айтып жатырмын? Өйткені мынандай екі принцип бар медицинада. Бір витаминдер бар, егер де сіздің бала емізетін келіншек ағзаңызда ол витаминдер дефицитте болса, жетіспейтін болса, ол дәрумендер, ол минералдар балада да жетіспейді. Мысалы, ол витамин В, ол витамин А, витамин Д, иод, егер де сіздің ағзаңызға ол жетіспейтін болса, балада да дәл сондай дефицит бар. Ал кейбір дәрумендер және де минералдар бар. Мысалға, сіз өзіңіз дефицитпен жүруіңіз мүмкін, сіздің ағзаңызға жетіспеуі мүмкін. Мысалға, темір, мысалға, кальций, цинк, мысалы, сіз жесткий дефицитпен жүруіңіз мүмкін, бірақ балаға ол ешқандай әсер етпеуі мүмкін. Бірақ ол бала, ол жетіспеушілікті не дейді? Сіздің ағзаңыздан алады.